Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сендермен 5 сыныптың жұмыс дәптерінің 31-ші бетіндегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Видеолар мына болса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығып тұрады. Келесі бізде choose the correct words, яғни дұрыс сөздерді таңдаңдар дейді. But және and. But дегеніміз қазақша бірақ болып аударылады, and дегеніміз және де болып аударылады. Бірінші тапсырмада яғни but пен and'ның орнын қоятын боламыз. Бұл тапсырмамен оңай деп ойлаймын. Ең бастысы but және and'ның аудармасын ұмытпаңыздар. Екінші тапсырмада connect sentences, яғни дұрыс сөздерді қойыңыздар with and or but, яғни тура бірінші тапсырмадағы сияқты мұнда бізде екі сөйлем берілген, біз соны бір сөйлем қылып жазамыз. He's tall, яғни he's got brown eyes, ол биік, және де he's got brown eyes, оның көзі қоңыр. Екіншісі we have got two aunts, яғни біздің екі апайым бар, but бірақ та we haven't got any uncles, яғни менің дядя ағаларым жоқ. I'm 11 and my brother is 12. Мен 11-демін және менің ағам 12-де. Rosa is friendly, but she isn't very nice. Rosa өте досшыл, бірақ ол өте күшті емес. There is a cinema in Albany Street, but there isn't a hotel. Albany Street'te кинотеатрлар бар, бірақ та but there isn't a hotel. Дәл осылай бір сөйлем қылып жазасыздар. Келесі бізде үшінші тапсырма complete the letter with the words in the box. Яғни қорапшаның ішінде берілген сөздермен толтырып шығыңыз дейді. Dear Din Muhammad, thank you for your letter and the nice photo of your family. How are you? Is school interesting this week? Яғни, сәлем, Дин Мұхаммед, хатың үшін рахмет. Nice photo of you. Сенің отбасылық фотоң өте күшті. How are you? Қалың қалай? Осы апта мектеп қызықты болды ма? Here's a photo for you, яғни мұнда сен үшін фото жіберілген. It's okay, but it isn't great. Бұл жақсы, но бірақ күшті емес. I haven't got any very good photos. Менде ешқандай күшті фотолар жоқ. Is this photo? I'm at a football match with my friend. Бұл фотода мен футбол матчында досыммен бірге. I'm on the left, мен сол жағындағымын. I'm tall and I've got dark hair and brown eyes. Мен биікпін және де шашым қара, қоңыр көздімін. Dance, яғни Dan, also олында тоже шашы қара және brown eyes, көзі қоңыр, бірақ та бойы аласа. He's short. He's in my class at school, яғни ол менің мектебімде. He's яғни өте танымал студент. He's funny and very friendly. Ол өте досшыл және өте қызықты. Төртінші тапсырма write a letter, яғни тапсырма жазыңыз дейді. Мен мұнда өз ойымды жаздым. Сіздер тоже өз ойларыңызды қысқадан нұсқа қылып жазсаңыздар болады. Сәлем, Сара. How are you? Қалың қалай? You are fine. Сенде бәрі жақсы ма? Did you enjoy your dance club? Яғни сен өзіңнің би клубыңда күшті өткізіп жатсың ба? Here's a photo, яғни мұнда саған фото. It's very good, бұл өте күшті. This photo will tell you how deep is the friendship between me and my friend Sasha. Бұл фото саған менің досым мен Сашамен және менің арамдағы достықтың қаншалықты терең екендігін айтады. She's got black hair, яғни black или brown. Өздеріңіз қалай ыңғайлы, өздеріңізді жазсаңыз болады. Достарыңыздың түр сипаттасаңыздар болады. Яғни оның көзі қоңыр.
оның бояласы she is short, she is my classmate, ол менің класстасым, she is very танымал студент. Яғни дәл осыны мында бізде берілгендей соңғы жағын қоссаңыздар болады. Келесі тапсырма. Келесі бетте бізде, яғни төртінші сабақты қорытындылайтын тапсырмалар берілген. Complete the sentences, яғни жаттығуды толтырыңдар деді. Our grandmother, менің әжем 82-де, өте she is very nice, өте күшті. Екінші, my teacher has got 2 children, a son and a daughter. Менің мұғалімнің 2 баласы бар, ұлы мен қызы. Kate is Prince William's wife, яғни Kate Prince Williamның әйелі. My sister is 7 and my brother is 9. Мен сіңілім 7 және менің ағам 9-да, яғни ағам. My friends, яғни менің достарымның ата-аналары famous, танымал. Her father is a film star, яғни фильмде жұлдыз. And her mother is a singer, яғни оның мамасы әнші. This is my cousin, жандос, яғни менің кузенім жандос. And this is my uncle, Евгений, менің ағайым Евгений. Жетінші, our father has got a sister, біздің әкеміздің әпкесі бар. She's our, яғни aunt Mary, біздің апайымыз болады. Екінші тапсырма, reading an article about festival for twins, яғни reading бұл бізде екінші. Complete the sentence, яғни жаттығуларды толтырыңдар. There is a big twins festival every year. Мұнда өте үлкен егіздердің фестивалы болады. This year, осы жылы, every day, бүгін, күн сайын, today, бүгін, және this evening, бүгін кешке. Келесі үшінші тапсырма, complete the sentence with have got and has got. Айсұлу has got a baby sister. Айсұлудың baby кішкентай сіңілісі бар. We have got my book. Менде кітабым бар. Келесі, I have got a big grey dog, яғни менің сұр түсті итім бар. He's got a friend in Uzbekistan. Оның Өзбекстанда досы бар. Келесі, төртінші тапсырма, choose the correct words, яғни дұрыс сөздерді таңдаңдар дейді. Hello, we are new students and our names are Еңлік and Гүлжан. Біз жаңа студенттерміз және біздің есіміміз Еңлік және Гүлжан. Келесі, I'm in the climbing club with my friend Сәкен. Мен Сәкен екеуміз сырғанайтын, яғни клубтанбыз, біргеміз. This is Elder. Бұл Elder. His favorite sport is basketball. Оның сүйікті спорты бұл балаға қатысты айтып, баскетбол. Are you interested in football? Сен футболға қызығасың ба? Who is your, яғни сенің сүйікті спортшың кім? Бесінші, Мақсат және Жамал. Мақсат пен Жамал менің кузенім. Their house is near the school. Яғни олардың үйлері мектепке жақын. Келесі, бесінші тапсырма, look at the picture and complete the sentences. Суретке қараймыз да толтырамыз. Gary Jones is young and friendly. Jane Jones is short and she's got fair hair. Bert Jones is old and unfriendly. Rex is horrible and noisy. Irene is a nice girl. She's got dark hair. Келесі тапсырма бізде алтыншы тапсырма. Write sentences using the correct form of have got with the short form where possible. Яғни
қысқаша нұсқа түрде жазамыз. Бізде болыпса. I haven't got a pen, яғни менде ручка жоқ. She's got a bike, яғни she has, яғни ода бар. We've got a cat, бізде мысық бар. He hasn't got a phone, ода сотка жоқ, яғни ол балаға қатыстай тұр. They've got a car, яғни оларда машина бар. We haven't got a dog, яғни бізде ит жоқ. Келесі 7-ші тапсырма. Look at the table and write questions and short answers. Яғни сұрақ жасап, қысқаша жауап жазамыз. Бірінші, has Madina got a fair hair, яғни оның шашы ақшыл түсті ма? Yes, she has. Yeah. Alien and Bota, яғни олардың шашы ақ па? Яғни олардікі have. No, they haven't. Madina, has Madina got brown eyes? No, she hasn't. Have Alien and Bota got brown eyes? Yes, they have. Келесі тапсырма бізде 8-ші. Speaking, яғни complete the dialogue with the words in the box. Қорапшаның ішіне берілген сөздерді қоятын боламыз. Hi Dan, I've got some photos of my friends at the music club. Сәлем Dan, I've got some. Менде фотолар бар, my friends. Мен досым music club'тан. Where, қайда? Here, their names, олардың аты София, Лейла, Freddie and Josh. Freddie is a good singer. Freddie өте жақсы әнші. He's got fair hair and green eyes. Оның шашы ақшыл түсті және де жасыл көзді. Көзі жасыл. That's a great photo. Бұл өте күшті фото. Which one is Sophie? Кім бұнда София? She's a girl with a brown hair. She's next to Freddie. Оның шашы қоңыр, with a brown hair. She's next, Freddie'дің қасында. She looks friendly. Ол досшыл көрінеді. Yes, she's very танымал. Popular. 9-ші. Choose the correct answers, яғни дұрыс сөздер таңда. Here's the photo of some people at our family party. Мұнда фотода адамдар бар біздің отбасылық party, вечеринкадан. There are 2 girls. Мұнда 2 қыз бар. At the front of my мұнда 2 қыз бар. Олар менің кузенім Самал және Лена. Lena's the one with the fair hair. She's very funny. Дәл осылай аяқтатсаңыздар болады, жазсаңыздар болады. Егер сіздерге менің каналымдағы видеолар ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Видео түсіруге тырысам барлығынша. Әлі де қызықты видеолар болады. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығы сіздер үшін. Сау болыңыздар.